Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Оразалы Жұмабеков атындағы жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Байтуғанова Қарашаш Төлеуқызымын. Сіздермен бірге әдебиет пәнінен ұрпақ тәрбиесі деген үлкен тарауды бастаймыз. Неліктен біз әдебиет сабағын тәрбие құралы дейміз? Әдебиет пәні нені үйретеді? Міне осы сұрақтарға жауап аламыз. Әр уақытта, әр заманда әдебиет арқылы халқымыз білім мен тәрбие берген. Жаугершілік заманда жастарды ерлікке, халықты бірлікке шақыру мақсатында батырлар жыры, батырлардың ерліктері туралы аңыз ертегілер дүниеге келген. Бүгінгі сабағымыз осыған дәлел болмақ. Бүгінгі тақырыбымыз Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы шығармасы. Мақсатымыз шығарманың мазмұнын түсіну, шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнді жазып, кітаптарыңды ашып қойыңдар. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Қасқасу ауылында дүниеге келген. 1969 жылы Шымкент педагогикалық институтында білім алып, оқуды бітірген. Шығармалары бірнеше тілге аударылып, шетелдерде жарық көрген. Қазақтың от ауызды, орақ тілді, өткір сөзді, айбынды ақыны. Әдеби еңбектеріне тоқталатын болсақ, алғашқы өлеңдері Сырдария, қырғыз ақыны Шыңғыс Айтматовпен бірігіп жазған Құз басындағы аңшының зары, Сенің патшалығы, Өркениеттің адасуы, балладалар, Танакөз шығармалары. Енді осы тақырып бойынша термин сөздерге тоқталатын болсақ, баллада белгілі бір оқиғаға құрылған лирикалық сарындағы өлең түрі. Диалог әдеби шығармадағы екі кейіпкердің бір-бірімен сөйлесуі. Монолог кейіпкердің көпшілікке қарата немесе өзіне арнап айтқан сөзі, толғанысы, өсиет уағызы. Нарынқұм зауалы тақырыбына көңіл аударатын болсақ, Нарынқұм Еділ мен Жайық арасында қазіргі Атырау, Батыс Қазақстан жерінде орналасқан. Балладада айтылған тарихи тұлғалар: Махамбет өздерің білетін жауынгер ақын, Баймағамбет Махамбетті өлтірткен сұлтан, Ықылас Махамбетті өлтірген сатқын. Сабақтың тарих пен сабақтастығын айтатын болсақ, Махамбет Өтемісұлы ақын, күйші, композитор, ұлт-азаттық көтерілісінің ұйымдастырушысы. Шығармада Махамбеттің өлімі жайлы сөз болады. 1846 жылы Орынбор қазақтарының сұлтаны Баймағамбет Айшуақұлы патшаға адал берілгендігін дәлелдеу үшін Махамбетті өлтірудің жоспарын жасайды. Тірідей әкелген адамға 1000 сом, басын әкелген адамға 500 сом беретінін жария етеді. Осы шығармада күнде кездесе бермейтін сөздер бар. Шомбал, ірі, шымыр, етжеңді, әдіктелген, киімнің етек жеңіне салынған көмкерме, қапысызда, аңдаусызда, абайсызда, тақым, тізенің астыңғы ішкі жағы. Тапсырма: балладаны жақсылап тыңдайсыңдар, одан кейін бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Нарынқұм зауалы Шырдабаевқа. Махамбеттің соңғы сөзі. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошынарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен, өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат, бір таныс қол соғып кетті, әлдегімді паналап,
зұлымдықтың жасырынып келетін жаманақ иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақ жайықты жағалап, жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес. Мына сойқан заманда тіршілікпен қоштасар сәт жетті-ау деймін мағанда. Қоштасар сәт жетті-ау деймін. Туған елім еңселім, бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әру өлшемің, жанашырың жақының ем, және қайсар ақының ем мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқа заң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман мұңым, енді сені жетелейді жол қалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Я, шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түсті мегеске, ақындықтың басты шарты басталса да, шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым, қорғансыз боп күртінсем де жай көзге, шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып еді қай кезде. Көрді денді сен жайлы ойға батамын, бұл іңкәрлік созылады қаншаға, кім қаншама шексіз сүйсе, отанын оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін күн ертең, нұрлы үмітпен оянар деп бұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тартар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдық қорқақ тартар деп. Мен сенемін күн ертең, пенделіктен тазарар деп ұл өлкем, жә қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем ертең оттық отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі есектердің мойнында жүрмес деп. Мен сенемін күн ертең, ақыл ойы пір тұтар деп ұл өлкем, мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер, ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кез келер. Қадір тұтам қиялдауды ертең талғам өзгерер, шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кез келер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған. Пас ойлар тұншыққанша, дулғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Шығарманы тыңдап болсақ, дәптерімізге тақырыбын анықтаймыз, идеясын жазамыз. Келесі тапсырма, сюжеттің композициялық құрылымына тоқталамыз. Басталуы, байланысуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі. Басталуы шығарманың Махамбеттің түс көруінен, яғни монологынан басталады. Әр қарай өздерің дәптерге жазасыңдар. Тапсырманы орындап болсаңдар, қысқа тестілерге жауап берейік. Бірінші, Мұхтар Шаханов шығармасын ата. Екінші, Нарынқұм зауалы шығармасының жанры. Үшінші, шығармадағы оқиға орнын ата. Төртінші, оқиғаға құрылған өлең қалай аталады. Енді кітаппен жұмыс жасаймыз. Концептуалдық кесте. Кейіпкер, бала, әке. Олардың адамгершілік қасиетіне тоқталасыңдар, өз бағамдарыңды толтырасыңдар. Балалар, тапсырманы сәтті орындады деп есептеймін. Енді осы жұмыстарымызға кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақта не қызықты болды, не қиын болды, не құнды болды. Соны ортаға салайық. Сабағымызды қорытындылай отырып, үйге тапсырмалайық. Шығарманы толығымен оқисыңдар, өздеріңе ұнаған тұсын бөлімнен жаттап аласыңдар. Сабағымның соңында Махамбет ақынның өлеңімен аяқтағым келеді. Мен сенемін күн ертең, пенделіктен тазарар деп ұл өлкем. Мен сенемін күн ертең, ақыл оймен пір тұтар деп
ұлы өлкем. Ақыл оймен пір тұтатын азамат болыңыздар.